Сізді кішкентай кезіңізде қалай еркелеткен? Құжаттағы есімім Құрманбай. Тентек болдыңыз ба әлде андай алтын бала дейді ғой, сондай болдыңыз ба? Анау да болмадым ғой деймін. Ең бірінші сахнаға шыққан кезде жүрегіңіз дүрсілдеп дүк деп құлағыңызға естіліп тұрған шығар, иә? Қолдың сырты тарылып қалған, сонда да ән айтып шыққанмын. Егер сізде балалық шаққа оралуға бір мүмкіндік болса, сіз өміріңізде бір нәрсе дұрыс істер ме едіңіз? Атым шықсын десең, жер өрте дейді. Сәлем достар. Бүгін бізде қонақта Құрмаш Махан аға. Кеш жарық. Сәлем достар, бүгін біз Алихан екеуміз Құрмаш ағамызға көп сұрақтар дайындап келдік. Бастайық па? Тәуекел. Құрмаш аға, сіз кішкентай кезіңізде әнші болуды армандадыңыз ба, әлде басқа балалар сияқты ғарышкер деген сияқты? Менің ең бірінші арманым ол археолог болу болды. Оның себебі мен әлемді кезіп, өзімді сондай бір керемет, бір алыс жердегі бір қазбалардан өзімді елестететін бала кезінде. Сол Австралия ма, ол Мысырдағы пирамидалар ма, ол анау Азиядағы жаңағы джунглилар ма, жаңағы Индонезия, Малайзия, солай елестететін. Одан сәл өсе келе мен кино көруді жақсы көрдім. Кино актер болсам деп оны да армандадым. Кейін тіпті сол мектепті тәмамдаған кезде, мектеп бітіргеннен кейін сол актер бөлімді оқыдым да. Бірақ сол актерлық кино саласында мен сол күйі өзімді қалай айтсам болады, көргем жоқ. Бір-екі фильмге түстім. Ол жерде енді ол телевизиялық фильм болғаннан кейін, ол әншілік өнерге байланысты болғаннан кейін, оны мен толық метражды фильмге, көркем фильмге жатқыза алмадым. Бірақ әлі де үмітім бар, сол актер болсам ма деп. Ал әншілік бала кезден мен мысалы ол фильм болсын, ол мультфильм болсын, бір соның әуенін естісем бірден қағып алатын. Әр нотасын сосын іздеп жүріп, оны біздің кезімізде ғаламтор деген нәрсе болған жоқ. Біз оны кітапханадан іздейміз, соның мәтінін, оның өлеңін тауып, соны жаттап, әнін, сөзін жаттап, сөйтіп ән айтатынмын. Менің инста парақшамда осыдан бір 7-8 жыл бұрын 40 шақты әңгіме жазғам. Өзімнің енді қарапайым әңгімелерім. Ол мемуар деп айтса да болады, автобиография деп айтса да болады. Сол жерде сынық домбыра деген әңгіме бар. Бір қолдарың босағанда сол менің инста парақшамнан кіріп оқып көріңдер, біраз әңгімелер. Сол кезде мен әншілікке, домбыра аспабына құмарлығым болып, сол домбыраны қалай үйренгенім бәрі жазылған. Оны қазір бұл жерде айтатын болсақ, ол ұзақ әңгіме болып кетеді. Сізді кішкентай кезіңізде қалай еркелеткен? Ой, мені бүкіл ауыл болып еркелетті оны. Мені Құрмашок дейтін. Құрмашок? Иә. Менің негізге өзімнің кәдімгі құжаттағы есімім Құрманбай. Бізде мысалы қазақта құрбан айтты, құрман айт деп айтады. Мен сол тура құрбан айт күні азанда туылғам, дүниеге келгем. Сондықтан да менің есімді сол құрман айтқа, құрман айттың құрметіне Құрманбай деп қойған. Ал енді мен туған күні боран болған, қыстың бораны, қыстың шілдесі, сол кезде біздің ауылдың көршілердің бәрі жаңағы бір әбігерге түскен жағдайы бар екен. Ол да жазылған жаңағы әңгімелердің ішінде. Ол әңгімені де оқуға болады. Содан олар мені кішкентай кезімнен Құрмашок деп еркелететін. Содан кейін кішкене жігіт болған кезде оғы кетіп Құрмашы қалды. Сосын кейін мен үлкен республикалық, халықаралық байқауларға өз Құрманбай деген есіммен шыққаннан кейін ауылдағылар маған өкпесін айтты. Сен неге атыңды өзгерттің деп. Сөйтсем олар менің құжаттағы есімді, метрикедегі атымды білмеген. Сонымен сенің атың Құрмаш қой, сен неге Құрманбай болып шығып жүрсің деп. Сонымен Құрмаш атандым олардың жаңағы сұрау бойынша. Енді осы күнге дейін мен қазір Құрмашпын. Сіз бала кезіңізде тентек болдыңыз ба, әлде андай алтын бала дейді ғой, сондай болдыңыз ба? Анау да болмадым ғой деймін. Тентек болған жоқпын. Мен көп кітап оқығанды жақсы көретінмін.
Мысалы біздің ауылда қой кезек деген нәрсе бар да. Біздің көшенің бір 50-60 үй өздерінің қойларын шығарып сол кезекпен қой бағады. Сонда қой кезекте қой бағып, қой жайып жүріп, кітабымды алып сол кітапты бірге оқып жүретін. Қолым қылт ете қалса кітап оқитын. Мал жайғайсың, сабақ оқисың, үйде жаңағы отын, малдың шөбі, жазда аздан кеш ауылдың баласында бейнет деген таусылмайды. Соның бәрін уақытында үлгеріп арасында кітап оқуға құмар болатын. Енді кітап оқыған баланы өздерің білесіңдер, ол тең-теңдікке бармайды. Бірақ керемет жаңағыдай аппақ болдым деп те айта алмаймын, арасында бұзықтықтарым болған шығар, енді мен өзім есімде бары бар, жоғы бар деген сияқты. Оны да жаңағы инста парақшадағы менің әңгімелерімнен білуге болады. Ол бала кездегі тентектікке мен қазір үлкен аға көзбен қараймын да. Енді менің қазір өзім балаларым бар ғой, өздеріңмен қатар, сендерден үлкен, сендерден кіші. Соларға әкелік мейіріммен, ағалық мейіріммен мысалы сендерге қарап, ол нәрсеге әрине күле қарайсың. Өйткені ол кезде біз баламыз, балалықтың өзінің шалалығы бар, өзінің қызық кезеңі бар, мекені бар. Сол сияқты әрине күле қарайсың. Тіпті құшарланып, сол кезде сағынып қарайсың. Өйткені ол балалық шақ, қазіргі сендердің жастарың, ол ең керемет өмірдің бір шағы, дәурен. Осы балалық шақта өздеріңе тиесілі балалық бір әлемдеріңдегі керекті нәрсенің бәрін, эмоциялар болсын, білім болсын, соны алып қалуға асық болыңдар. Сондай мүмкіндікті жібермеңдер. Сіздің балаларыңыз енді бала болғаннан кейін де бұзықтық жасайды. Соларды жазалайсыз ба, әлде түсініп қарайсыз ба? Қалай айтсам болады? Мүлдем жазасыз қалдыруға болмайды. Өйткені кез келген нәрсе, мысалы ыстықтың ыстық екенін білу үшін бірінші оған қолың тигізіп көресің ғой. Оның ыстық екенін білгеннен кейін біліп жүресің да. Сол сияқты оларға бір нәрседен ескерту жасау үшін әрине айтып түсіндіруге тырысамын. Мысалы бір күні менің балам, екі ұлым бір-бірімен жастықпен ұрысып ойнап жүрді. Сөйтіп жақында ғана сатып алынған үлкен диагоналды телевизор, кішкентай телевизор қоятын тумбаның үстінде тұрған. Оның алдында олардың біреуінің динозавр ойыншығы тұрған үлкен. Екеуі кәдімгі жастық сермеген кезде динозаврға тиеді, динозавр телевизорға тиеді да, алғанымызға бір ай болған шығар мүмкін. Бір айға жеткенде жоқ шығар. Сол телевизордың экранын бәрін сындырып тастады. Сосын кешке мен үйден келсем, олардың мамасы айтады, көкесі, біздің үйде осындай бір күшті, сондай жаңалық болды. Бір жағдай болды. Не болды? Сөйтсем телевизордың бетін жауып қойыпты. Матамен. Сосын телевизордың бетін ашты. Бұны кім жасады? Пәленше жасады. Дұрыс. Бопты. Енді біз үйде теледидарсыз өмір басталады дедім. Сонымен сол кезде балалар түсінді, мен айғайлап ұрыс шығарған жоқпын, бірақ айттым. Енді үйде өмір теледидарсыз болады деп. Соған шыдады олар. Біраз қанша мен 5-6 жылда телевизор алмай қойдым. Мәссаған. Енді олар түсіну керек қой. Әр нәрсенің өзінің орны бар, өзінің жаңағы қадіры бар деген сияқты. Бір нәрсенің қадірін жоқ кезінде білесің дейді. Сіздің бір балалық шағыңызда бір ерекше несі қандай болды? Сыйлығы, ерекше сыйлық қандай болды? Сізге берілген. Ерекше сыйлық дейсің ба? Мүмкін бір кітап, өзіңіз армандап жүрген. Жоқ, ондай кітап емес. Ондай сыйлықтар көп болды. Қазір мен бір ерекшесін есіме түсіруге отырдым. Мүмкіндік берсеңдер, қазір сәл ойлансам. Мен мектепке барған жылы, енді бізде қазақта тілашар деген той жасайды ғой, ата-анасы. Мен де тілашар тойымды жасады үлкен ауылда. Сонда менің әкемнің досы, құрдасы Қуантай деген кісі болған, біздің ауылдасымыз. Сол кісі маған бір керемет бір тоқты сыйлады. Тоқты деген білесіңдер ғой, иә? Бір жасар қой. Жоқ,
қошқарды мен оның жаңағы жынысын айтқан жоқпын, ол ұрғаш қой болатын, тоқты. Ал енді біз енді ауылда үйде мал ұстағаннан кейін мен оны қойлардың түрлері көп қой, енді жаңағы меранос дейді, жаңағы қазақы қой дейді, еділбай дейді. Ана тоқты маған қатты ұнады. Неге дейсіңдер ғой? Өйткені сондай қазақы жаңағы бұл еділбай тұқымды тоқты болғаннан кейін содан шіркін мен болашақта бір қошқар туып берсе, маған тұмсығы кәдімгі мынандай шығыңға, үстіндегі жүні жылтырап тұрғанын, одан бір қошқар туса деп, ол қошқарды кейін үлкейтіп семіртіп сойса, одан асығын алып асық ойнасам деп. Осы сыйлық маған есімде қалды. Сол кезде, сол күні көптеген сыйлықтар болды. Бірақ менің қуанғаным осы тоқты болды. Неге екенін білмеймін. Бала кезде есте қалып кетті. Сіздің әндеріңіз көп, ал көп рет сахнаға да шықтыңыз. Ал ең бірінші сахнаға шыққан кезде жүрегіңіз дүрсілдеп деп құлағыңызға естіліп тұрған шығар, иә? Әлбетте ондай болды ғой, әрине. Енді мектепте жүріп, кішігірім сахналарда мен ән орындаған кезінде болды. Мектептің кезінде, мысалы, бізде жаңа жылдық бал маскарад дейді. Сол кезде мен жаңағы менің екі сыныптасым Бағдат, Нұржан үшеуміз үш ноян боп, мана «Три мушкетера» деген кино болатын, совет кеңес дәуірінде. Солардың бір әні болатын. Радуемся на своем веку. Сол әнді үшеуміз орындағанбыз. Бірінші менің ән орындауым сол шығар. Ал енді аса бір сондай үлкен толғаныспен, қобалжумен шыққан ән көрсетуім ол 89-шы жыл ғой деймін, или 88-ші жылдың жазма, екеуінің біреусі. Біз жоғарғы сыныптарда, өздерің білесің, алғашқы әскери дайындық деген пән болады. Сол пән армиядағы біздегі әскердегі алдыңда не болатын, соның бәрін ақпарат аласың, және 3 күндік деген болады. Сол 3 күндікке апарып, біз кәдімгі лагерде солдаттардың өмірін сүріп 3 күн бойы жаңағы қарауылда кезекте тұрамыз. Сондай 3 күндікте сол 9 мамырға сол 3 күндікте болдық біз. Сол 9 майға қарсы ардагерлерді алып келді, жақын жердегі. Сол ардагерлерге ән орындау керек болды. Сол кезде мен бірінші рет өзімнің гитара аспапта ойнай алатынымды айтып, сол жерде шығып ән орындадым. Одан кейін сол шамамен 89-шы жылы мен мектеп бітіріп Тараз қаласындағы мәдениет колледжінде актерлық бөлімге оқуға түстім. Сол арада біздің облыстық телеарнаға тікелей эфирге гитарамен ән айтуға мені Серік Абашшах деген ағамыз енді телевизиядағы өзінің жаңағы жұмысын бастаған кезі, сол жерде тікелей эфирде мен гитарамен ән айттым. Сол кездегі қорыққаннан, қобалжығаннан қолымның сіңір тартылып қалған. Бірақ сонда да гитарамен ән айтып шықтым. Шілде. Ол кезде мынандай құралдар жоқ. Ол кезде мынандай үлкен прожекторлар болады. Лягушка дейді. Құрбақа дейді. Ананың ыстығы деген 3-4 жерден тұр. Өзі Шілде, өздерің ойлап көріңдер. Ол өзі Тараз біздің оңтүстік. Анау қорыққаным бар, қобалжығаным бар, ананың ыстығы бар, тері мынадан да кетіп отыр, мынадан да кетіп отыр. Қолдың сірі тартылып қалған, сонда да ән айтып шыққам. Ұмытпасам сол қай әнді айттым, Құдай-ау. Марат Омаров ағамыздың әні ғой деймін сол. Кешірсем сағынарым. Ана туралы ән. Біраз әндер айттық сол жерде. Сол. Егер де сіз туралы мультфильм түсірсе, сіз батыр боласыз ба, әлде әнші боласыз ба? Мен туралы ма? Иә. Мен туралы мультфильм түсірсе, онда мен бір қиялы ертегінің кейіпкері болатын шығармын. Өйткені мен қиялмен өстім. Мен
ауылда тұрғанмен менің қиялыммен оқыған кітаптарым арқылы мен сонау көне рум, көне жаңағы Мысыр, көне грек мекендерін ойша аралап оқыған өзімнің кітаптарымнан қай жер жайлы кітап оқысам сол жерді ойша аралап қиялданып жүрген жақсы көретін. Сағаттап үндемей, жаңағы қой кезек болсын, далада болсын, үйде болсын, мен сондай қияли бала болдым. Кітап оқып жатып елестетіп па соның арасында жүргенде? Иә, негізі менің ең жақсы көретін нәрсем ол кітап оқу. Кітап оқу, біле білсеңіздер, адамның ой қалыптасуы, сөз тіркесін пайдалануы, тіл байлығы, онан кейін әлемді танудағы ең керемет, ең таптырмайтын, ештеңемен теңемейтін дүние ол кітап оқу. Кітапқа қызығушылықты мен кез келген ол қызға ұсынар едім, кеңес берер едім. Кітапқа жақын болыңдар, кітапқа құмар болыңдар. Білем, қазіргі заманда жаңағы гаджет, айпад дейді, телефон дейді, сол жерден кітап оқуға болады. Бірақ кәдімгі баспадан шыққан кітаптың өзінің керемет иісі болады. Және оны дауысын пышырлатып тұрып, ана кітаптың парағын ауыстырып отырып оқу, ол мүлдем бөлек нәрсе. Сондықтан да кәдімгі нағыз кітап оқып, содан білімнің қайнарынан сусындағанға ештеңе жетпейді. Ал сіздің ең жақсы көретін кітабыңыз қандай? Менің ең жақсы көретін кітабым ол Құран кәрім. Әрине, ол кітаптардың кітабы, бірақ одан бөлек, мысалы, әрине, мен мысалы әдеби шығармалар, немесе тарихи кітаптар оқыдым. Оның ішінде де менің жақсы көрген кітабым, мысалы, ең бірінші мен сүйіп оқыған кітабым ол бала кездегі Льюис Кэрролдың «Алиса в стране чудес» деген, мен орысша оқыдым. Сол кітапты жақсы көрдім. Сосын Оливер Твист деген бала туралы, балалар жазушысы, қазір атын есіме түсіре алмай тұрмын. Чарльз Диккенс деген балалар жазушысының кітабын оқығам. Сосын Марк Твен деген, Жюль Верн деген балаларға арналған кітаптары, фантастик, алғашқы фэнтези кітаптарды сол Жюль Верн, Марк Твеннің кітаптарын оқыдым. Менде жақсы көретін кітаптарым өте көп болды. Әлі күнге дейін оқып тұрам. Мысалы, маған қазір Мұхтар Мағауиннің кітаптары өте қатты ұнайды. Өйткені тарихи заттар көп. Мен мысалы тіпті әскерде жүріп кітап оқыған кезеңдерім болды. Әскерде уақыт өте андай тығыз, бірақ соның өзінде кітап оқуға мен уақыт табатым. Сіз кішкентай кезіңізде қандай ойындар ойнадыңыз? Біздің кездегі ойындар керемет қой ол кезде. Біздің ең жақсы көретін ойындарымыз ол әрине ләңгі, ол асық. Сосын бізде жаңағы есек деген ойын болатын. Бір бала тұрып тұрады, екінші баланы арқа жағынан келеді, оның мойнынан бүйт құшақтап тұрасың, ол сенің белінен құшақтап тұрады. Сөйтіп оның артынан тағы да 3-4 бала. Біз 2 топқа бөлінеміз, әр топта бір 5-6 баладан болады да. Сөйтіп жаңағы жіребі тастап, оның ішінде қайсы жаңағы есек болатын команда бар, сол жаңағыдай ұстап тұрамыз. Екінші топ, олар жүгіріп келіп секіріп, ана алдына келіп отыру керек. Және олар құлақ қамау керек. Сөйтіп олар құлақ қамайып жаңағы, мысалы 5 бала, 6 бала осының үстіне сүйіп отырса, біз бір шартты түрде бір мысалы 5 метр немесе 10 метр жүруіміз керек жаңағы. Бізде құлақ бітпеуіміз керек, бізде жаңағы құшақтас күйіңізді сол қалпымызды бұзбай жүруіміз керек деген сияқты. Осындай ойындар болатын. Сосын пажар деген ойын болатын, жаңағы бір шеңбер жерге суретін салып қойып жүрген жаңағы жалпақ тастар тауып, сол жалпақ тастарды қойып алыстан жаңағы асық құсап, үлкен таспен атып. Қызыл жалау деген ойын болды. Біз сосын жаңағы барлаушы деген ойын болатын. Біздің ауылда қызық қой. Ауылда шөп қора, мал қора, жаңағы бір көршінің ауласына барып тығып қалу түнде.
соны іздеп табу жағы басқа жақтың барлаушыларын мына жақтың жағы әскерилер тауып алу керек деген сондай керемет ойындар өте көп. Ауылда деген ойын деген жететін. Сосын кішкентай сын темірден жағы қамысқа көліктің рөлін жасап алып, оның дөңгелегін жасап алып сөйтіп ойнайтынбыз. Сосын андай қатты сым темір болатын. Сол қатты сым темірді орап пистолет жасап, бұны қайырып әкеліп, жаңа атқан кезде ауылда мынандай есек құлақ деген біз солай атаймыз. Соның мынандай бір домалақ тікенегі болады. Ол мына матаға тисе жабысып қалады. Енді ауылда көрген жерсіңдер. Сол тікенекті жұлып жаңағы пистолеттің басына қадап қойып атыс ойнайтынбыз. Жаңағы тисе жаңа бар жабысып қалады. О, саған тиді, мен аттым сені. Осы ойын деген ауылда жетеді, керемет. Хоккей ойнайтынбыз қыстың күні. Көлге барып па? Енді көл, біз жақта көл үйтіп қата бермейді. Біз енді оңтүстік қой. Біз көшеде мұз қатып қалады, кәдімгі көшеде ойнайтынбыз. Машиналарды өткізіп жіберіп қарасына малдай су болып кешке қарай шылдап келетінбіз. Ал сіз кішкентай кезіңізде спортқа қатыстыңыз ба? Иә, спортқа қатыстым. Мен 3-4 сыныпта 2 жылдай боксқа қатыстым. Сосын 7 сыныпта ма, 6 сыныпта ма күреске қатыстым, дзюдоға қатыстым. Мен де дзюдоға қатысам. Мен бірақ көп қатысқан жоқпын. Мен бір ары кетсе бір жарты жылдай ғана қатыстым, сосын қолымды ауыртып алдым. Сосын белімді ауыртып алдым. Содан кейін спортқа қатысқан жоқпын мен. Сіз қазіргі әнші болғысы келетін балаларға қандай кеңес бересіз? Негізі кез келген нәрсе, кез келген мамандық, ол әнші болсын, ол дәрігер болсын, ол ұстаз мұғалім болсын, немесе жай ғана жүргізуші болсын, барлығы бірдей бір нәрсені талап етеді. Ол мамандықты сен не үшін таңдадың? Ол мамандық саған не үшін ұнайды, несімен ұнайды деген нәрсені адам анықтау керек. Өйткені кез келген мамандықты махаббатпен, соған деген құштарлықпен жұмыс жасамасаң, бір керекті деңгейде бір жетістікке жету қиын. Және оны махаббатпен жасау керек. Бір әйгілі, бір керемет, атақты болу үшін емес, жай ғана сол кәсіпті таңдап, сол кәсіпті махаббатпен жасау керек. Сол кезде ғана адамға ең керек нәрсе өзіңнің жасап атқан жұмысыңның нәтижесінен ләззат алу. Сон сияқты мен де мысалы әншілік, танымал болады, жұлдыз деп көп атайды, мысалы әншілерді, актерларды. Бірақ менде ондай мақсат емес. Менің мақсатым, мен өзім жақсы көретін кәсібім болғаннан кейін, өзім мамандығым болғаннан кейін бір жақсы дүние жазып, мысалы біз сонау Қазанғаптарды, Қорқыт аталарды, мысалы Құрманғазы, Дина Нұрпейісовалар бар, Ақан Сері, Балуан Шолақ, Біржан Салдарды білеміз. Ол кісілер бойындағы табиғи нәрсені махаббатпен істетті. Сондықтан да олар тарихтан тарихқа әлі келе жатыр, ұмытылмай. Сол сияқты мен де осы өнер саласының маманы болғаннан кейін, мен де осындай өзімнің еңбегіммен халыққа, жалпы ұлтқа өзімнің бір септігімді, өзімнің пайдамды тигізу мақсатында мен кез келген әнді жазам, сөйтіп орындаймын. Және бұл енді мен үлкен кісі болғаннан кейін мен бала шағамның өздерінің ата-аналарың сияқты сендерді киіндіру керек, сендерді тамақтандыру керек, сендердің оқуларың бар деген сияқты, соны қамтамасыз ету үшін бір жағынан кәсібім. Мысалы, қазірде көп жас әншілер бар. Мысалы, олардың арасында, жастардың арасында танымалдардың ішін Садрадин деген бар, көптеген әншілер бар. Солардың әндері бұрынғы әндермен салыстырғанда қалай? Әннің сөзі өзгерген, мысалы, әуені өзгерген, қалай ойлайсыз, ол жақсы жаққа өзгеруде ме, әлде керісінше ме? Кез келген дәуірде, кез келген заманда жаңалық келіп тұрады. Ол
уақытына сай болуға керек тиісті айналып өте алмайтын жағдайлар. Мысалы, осыдан бір ғасыр бұрын адамдар қандай құралды пайдаланды, қалай өмір сүрді, оны шамамен кітаптан, тарихтан білесіңдер ғой мысалы. Демек, әр кезде сондай бір жаңа заманауи жаңалықтар келіп жатады. Сол сияқты ән өрнерінде де жаңа ағымдар, жаңа толқындар болады деген сияқты қазіргі жас әншілердің ішінде де бір заманауи, бір жаңалықтар келіп жатыр, жаңа толқындар келіп жатыр. Әрине оның ішінде мысалы бізге ұнайтын да, ұнамайтын да дүниелер табылуы, кездесуі мүмкін. Бірақ кез келген нәрсе мына жағында танып, көріп білгеннен кейін анықталады. Әрине, маған да ұнайтын жас өнерпаздар көп, соның ішіндегі Садриддин да. Ең бастысы, әуен, музыка деген ол бір кәдімгі, қалай айтсам болады, бұл өзінше бір форма. Мысалы, бір ғимарат бол дейік та, мысалы, мынаның өзінің, мысалы, мынау микрофонның өзінің формасы бар, мына шыны стақанның өзінің формасы бар деген сияқты, музыканың өзінің бір керемет формасы бар. Сол форманы, сол дұрыс формада болса, оның ішіндегі затта дұрыс формада болады. Яғни ән, ол форма, оның өлеңі, оның ішіндегі поэзиясы қазақ қоғамына, тыңдарманына пайда келтіретіндей деңгейде, кәсіби деңгейде болу керек. Түсінікті ғой, мен айтып отқаным. Ал енді сол формаға сай емес, қисық, мисық нәрселер болады. Ондай болып жатса, әрине, мысалы, мен ондайлармен, мысалы, сыртынан әңгіме айтқанды ұнатпаймын, ондай жағдаймен кездесем, мен олардың өздерімен кездесіп, оларға айтып түсіндіруге тырысамын. Ал енді ондай мүмкіндік болмаса, мен жай ғана өзім үшін талғам жасап, мен мынаны тыңдаймын, мысалы, мынаны тыңдамаймын деп өзіме шешім жасаймын да, мысалы, тұжырым жасаймын. Сол сияқты бізде кезінде, мысалы, мен жас болып жаңадан басталып отқан кезде, бізде бір жаңалықтар алып келдік қазақ эстрадасына. Сол сияқты әркімнің, бізде қазақта сөз бар ғой, Абай атамыз айтпақшы, өнерде әркімнің ақ таласы бар дейді. Сол сияқты әркім өзі не алып келеді, қандай мақсатпен, оның мақсаты не, оның алдына қойған үлкен жаңағы арманы қандай, соған байланысты әрекет етеді, соған байланысты ізденеді, білім жинайды. Сізге бір өтінішім бар, соны айтуға рұқсат па? Айта ғой. Сіздің кездесумен қоштасу өлең қайырмасын айтып бере аласыз. Соны өз аузыңыздан естігім келген. Қиын емес әрине. Енді маған сен бір елесің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. Қайырмасы осылай? Рахмет. Оқашық. Мәссаған, күшті оқып қалды, құлағым ше. Ой, шіркін. Рахмет. Өздерің ән өнерінен қалайсыңдар? Мен сәл бар. Енді сен сондай жанұядан сенің қаныңда ол нәрсе болу керек қой. Менде бүйтіп нөл. Жоқ, бұл қалай айтсам болады. Менде мысалы музыкалық жаңағы слух дейді ғой. Әнге деген жаңағы ерекшелігі кейбір адамдарда болмайды. Ол және болу мақсат емес. Ол адам демек басқа бір саланың адамы. Біреулер математикада, біреулер ғылымда, біреулер жай қарапайым жұмыстарға бейім болады да, ол бейімділікке байланысты. Ал әнді орындай алу, әнді орындай алмау деген бұл шарт емес. Әр адамның өз жолы бар. Сіздің бала кезіңіздегі мектепте ұнатқан пәніңіз қандай?
Менің ең жақсы көретін пәнім ол жағрафия және тарих болды. Жағрафия ол қандай? География. География ғой. Енді қазақша айтқанда жағрафия ғой. Мен айттым ғой, мен бала кезден археологияны армандадым, археолог болуды армандадым. Мен кітапты оқып отырып, мысалы жағрафия, әсіресе жағрафияны тарихты мен махаббатпен кәдімгі сүйсініп оқыдым. Өйткені жаңа тақырып өткен сайын мен бір жаңа бір әлеммен танысып отырмын да. Мен ұстаздарымды жақсы көрдім сол пәннен. Саипов Аманжол деген біздің ағайымыз болған, үлкен кісі. Ол кісі сабақ беру тәсілі өте маған ұнайтын. Бізде мысалы бір тақырыпты өтіп жатсақ, соның ішінде мысалы қоғамның бір бөлігі, 2 бөлігі болсын, 3 бөлігі болсын, сол 3 бөлікке бізде класты бөліп тастап, сендер былай, сендер былай, сендер былай деп бір-бірімізге сол өткен тақырыптағы нәрсені біз кәдімгі іс-қимылмен немесе әңгімемен соны жағдай талқылайтынбыз. Сол кезде тақырып сабақ тез сіңетін. Егер сізде балалық шаққа орауға бір мүмкіндік болса, сіз өміріңізде бір нәрсе дұрыс істер ме едіңіз? Не болды, сол бізге қайырлы да. Ештеңені дұрыстаудың қажеті жоқ деп ойлаймын мен. Бірақ мен қуана сол балалық шағыма, сол ауылдағы балалық кезіме мен бір тым болмаса бір 10 минутқа мүмкіндігі болса қуана барып қайтар едім, бірақ ештеңені өзгертпес едім. Сіздің балаларыңыз әнге қызыға ма, әлде олардың өздерінің басқа қызығушылығы бар ма? Менің балаларымның ішінде Омар деген ұлым бар. Сол кішкене әншілікке жаңағыдай қызығушылығы бар. Неше түрлі гримаса жасап, арасында неше түрлі дыбыс шығарып, сондай жақсы көреді. Бірақ мен ешқайсысына шектеу қоймаймын. Олар өздерінің қандай саланы, қандай мамандықты таңдайтын біреулері әлі кішкентай, біреулері мамандығын таңдап үлкен жұмыс жасап жатыр. Менің үлкен қызым 24-те, оның мамандығы мысалы аудармашылық. Екінші қызым мысалы ол кәдімгі туризм саласында жұмыс істейді деген сияқты. Одан кейін ұлым 18-де мектеп бітірді, оқуға түсті. Ол қаржылық сауаттылық дейді, финанс. Сол одан кейін ұлым әлі 5-ші сыныпта, одан кейінгі 3-ші сыныпта. Одан кейінгі мектепте барған жоқ, әлі 5 жасар. Көреміз енді болашақта қайлы болады. Мен оларға мысалы сен мына мамандықты таңда деп тықпаштай алмаймын ғой, олар өздері таңдау жасау керек. Бірақ мен олар сұрақтары болса, олардың маған қойған бір мен оларға жауап беруге, олар сол өздерінің ұнатқан нәрсесіне дұрыс ақпарат беріп жеткізуге тырысамын. Сіз осы буындағы балаларға не айтасыз? Қандай кеңес берер едіңіз? Қандай әдет қалыптастыруды айтар едіңіз? Бір кеңесті мен айттым. Кітап оқу. Кітап оқу. Сосын мысалы мен жаңа айттым ғой, бір сәтке бір 10 минутқа болса да балалық шаққа барып қайтсам депші. Балалық шақ ол ең бақытты кезең және ең үлкен мүмкіндіктің кезеңі. Мысалы уақыт келе кез келген нәрсе тозады. Енді тірі жан ретінде адам қартаяды, оны жақсы білесіңдер де. Ал енді жас кезінде кез келген нәрсені игеру, яғни оқып білу, ол сендердің, әсіресе сендердің жастарыңда ол үлкен мүмкіндік. Сол үлкен мүмкіндікті жібермей, қазір неғұрлым керемет білімге құштар боласыңдар, уақытты үнемдеп, уақыттың басым бөлігін білім жинауға арнасаңдар, онда кейін есейгенде, үлкейгенде бүкіл әлем сендердің алақандарыңда болады. Мен оны нақты сеніп түрде айта аламын, 100%. Қазіргі жас әншілерде хайп деген зат бар, сол дұрыс деп ойлайсыз ба? Енді хайп
қалай түсінеміз? Мысалы сен қалай түсінесің? Мысалы, әлеуметтік желіде әдейілеп шум көтеру. Қазақта оны қалай айтқан білесің ғой, иә? Атым шықсын десең жер өрте дейді. Ал енді атым шықсын деп не болса соны қызық қып, ермек қып, адамның адами өзінің болмысына қарсы сөз айту, әрекет жасау, ұятты әрекет жасау, ол дұрыс емес әрине. Бұл жағынан келгенде мен оны құптамаймын да, тіпті қарсымын. Ал енді хайптың басқа жағында қарастыруға болады да, мысалы, кейбір нәрселер, мысалы, білім арқылы, өзінің күш білегінің күш арқылы, мысалы, адамның жасай алмайтын нәрсесін шынықтырып денесін бір жасау, немесе біздің Димаш Құдайберген сияқты өзін соншама үлкен деңгейге жеткізгені соншалықты әлемде оған теңдесі жоқ адамдардың. Мен осы нәрсені әдемі хайп деп айтар едім да, осыған қарсы емеспін. Ал енді біздің қазақ халқының болмысына, мәдениетіне, дәстүріне қайшы, ұят деп саналатын нәрселерді мен құптамаймын. Құрмаш аға, бүгінгі сұхбатымызға келгеніңізге үлкен рахмет. Өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлістіңіз, бізге ақылды айттыңыз, біздей жастарға кеңес бердіңіз, қандай әдеп қалыптастыру керек, бәрін айттыңыз. Меніңше бұл өте жақсы, өте керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Келгеніңізге үлкен рахмет. Рахмет. Үлкен рахмет. Тағы да сіз бізге көп кеңес бердіңіз, енді соларды дұрыстап қолданамыз. Құдай қаласа, сол күнге жеткізсін Құдай қаласа. Амин. Рахмет. Достар, бүгінгі біздің студиямызға келген қонағымыз Құрмаш Махан аға. Келесі кездескенше сау болыңдар.